Всем здравствуйте. Құрметті менің тыңдаушыларым, сіздерменен біздер екі сеплікті тамамладық. Біріншісі атау сеплігі қарапақ тіліндегі, рус тілінде именительный падеж, яғни аталықтардың бастаңғыш түрі, кім не деген сұрауға жауап беретұғын, қалда қандай болатұғынларын, қалай родқа бөлінетұғынларын, һәм алмасықларын, келбетіліктердің олармен іслетілуін үйрендік. Кешегі ақырғы сабағымызда біздер уже предложный падежді болдық. Екінші падеж бұл тәртібі бойынша ең ақырғы падеж, бірақ біздер сіздерменен үйреніп отырған екінші падеж еді. Бүгін біздер сіздерменен үшінші падежді баслаймыз. Винительный падеж. Винительный падеж басқа падежлерден сәл фарқланады. Винительный падеждің басқа сепліктерден, яғни падежлерден farklı жері, винительный падеж атлықларды жанлы, жансызға бөледі. Винительный падежге түсіріп отырғанда атлықларды пайдаланы жақ болсаңыз, сіздер бірінші болып бар беруіңіз керек болады. Істете жақ атлығыңыз жанлы ма, ямаса жансыз ба? Жанлы атлықлардың өзіне тән қағидасы бар, һәм жанлы атлықлардың өзіне тән қағидасы бар. Кеттік. Винительный падеж. Винительный падеждің сұраулары кого, что, кімді, нені. Әтібар берген болсаңыз, что деген сұрауға жауап береді екен. Бірақ, что деген сұрау біздер нені деп переводлаймыз. Что деген және қандай мәнін береді? Яғни, основной, ең бірінші мәнісі қандай что деген сұраудың? Не деген, соны әзіл қылбам, адамдар айтады, что деген, не деген деп. Енді нені деп жазып қойыппан. Қалай парқылаймыз? Қайсы жерде не болып тұрыпты? Қайсы жерде нені болып тұрыпты? Енді оны парқыламастан бұрын мен сіздерге сепліктердің ахметін және бір түсіндіріп өтейін. Қарақалпақ тілінде 6 сеплік бар. Тап сондай рус тілінде де 6 сеплік бар. Қарақалпақ тілінде сіздер атлықларды сепліктерге түсіргенде қандай қызмет үшін, не үшін өзгертсеңіз, рус тілінде де тап сондай. Яғни, сіздер бір атлықты 6 түрде өзгертесіз. Рус тілінде де гап түзген уақытында сондай атлықларды біздер өзгерте алуымыз керек. Соның үшін сепліклер керек. Енді бұл менің өзімнің методика, мен обязательно сепліклерменен бірінші басылап үйретемен. Әр мұғалімнің өзінің методикасы әр түрлі. Так, кеттік. Мен сіздерге қазір бірінші что, не, һәм что, нені деген уақытында қалай айыра алуымыз керек екенін, һәм қалай айыра аламыз, не затқа ітібар беруіміз керек екенін түсіндіріп өтемен. Міне жазып қойыппын. Что, не, һәм вижу, что, көріп тұрман нені. Көбінесе рус тілін үйретуші мұғалімлер сепліклерді үйретіп отырған уақытында қандай да бір фейл, яғни іс-әрекет сөзге таянып үйретеді. Менде ондай жоқ, менде негізінде мен әмме сепліктен бір фейлге таянбайман, бірақ винительный падежде мен фейлменен көрсетемен. Не үшін? Себебі сол фейл арқалы біздер атлықлар нені деген сұрауға жауап беріп тұрғанын біле аламыз. Не, стол, что, стол, что, парта, что, окно. Енді, қара, бірінші мен қазір сіздерге оқып берген жағдайда, мынау стол, мына сөзіміз парта, мына сөзіміз окно. Солайынша тұрыпты, яғни бізде переводласақ, стол, парта, айна қылып переводлаймыз. Қарақалпақ тілінде не деген сұрауға жауап беретұғын қалда переводлаймыз. Бұл жерде сіздер қалесеңіз, это стол деп гап түссеңіз болады. Это парта, это окно деп. Так, енді винительный падежге түскен жағдайы. Қараң, специально мен фейлменен жазып қойыппан. Жаңағы айтып өткенімдей, винительный падежде біздер фейлерге ітібар қаратамыз. Себебі, именно осы біздер іс-әрекет атлыққа қаратылып тұрғаны үшін біздерде өзінен өзі нені деген сұрау туылады. Қарақалпақ тілінде сол уақытта айыра аламыз. Рус тілінде
мына фейл жоқ болса ешқандай парқы жоқ бұл сөздердің. Стол, стол, окно, окно болып тұрыпты. Тек қана парта өзгеріп тұрыпты. Ал біздер мына фейлді іслетіп переводласақ қарақалпақ тіліне, сол уақытында нені деген сұрау туылады. Яғни винительный падеждің қызметі қарақалпақ тіліндегі д, т, н деген қосымталарды береді. Көріп тұрыппан нені? Столды. Көріп тұрыппан нені? Партаны. Көріп тұрыппан нені? Айнаны. Осы жерде және бір мәрте қайталаймын. Винительный падежде тұрғанын, яғни нені деген сұрауға жауап беріп тұрғанын қалай ажыратамыз? Мына жерде фейл бар. Іс-қарекет атлыққа қаратылған болады. Мәселен, сындырып алдым десеңіз, өзінен өзі нені деген сұрау туылады. Дұрыс па? Мәселен, мамаларыңызға барып, мама мен жойтып алдым десеңіз, бірінші сұрауы нені болады? Яғни, жойтып алдым деген фейлден кейін қалесеңсем, қалемесеңсем, қарақалпақ тілінде нені деген сұрау туылады. Рус тілінде де сондай. Бірақ рус тілінде қара сұрау бірдей. Сұрау бірдей. Бірақ нені екенін біздер ажырата аламыз фейлге қарап. Және жаңа сабағымызда винительный падежді түсіндіріп бастағанымда сіздерге сразу айтып кеттім. Бұл падеждің басқа падеждерден farқлы жері винительный падеж атлықларды жансыз һәм жанлыларға айырады. Жаңа біздер жансыз атлықларға берілетін сұрауын көріп шықтық. Енді ітібар берген болсаңыз, мужской родта стол, женский родта парта, средний родта окно. Мен специально үш родқа сөз жазып бердім, сіздер парқын көруіңіз үшін. Ітібар берген болсаңыз, мужской родта һәм средний роттағы атлық өзгерместен қалды. Тек қана женский роттағы атлық өзгереді. Соны түсіндіріп өтпекші мен. Нені деген сұрауға жауап беретұғын қылып өзгерте жақ болсаңыз, рус тілінде гәп түзіп атырғанда, сіздер ядыңызда тұтуыңыз керек. Нені деген сұрауға жауап беру үшін рус тілінде жансыз атлықлар мужской родта һәм средний родта болса, өзгерместен қалады. Бірақ сіздер н, д, т деген қосымтаны сонда қалай қосып переводлаймыз? Әлбетте, жаңа айтып өткенімдей, фейл. Іс-қарекет қаратылған болса, фейл менен келіп тұрған болса, өзіне өзі нені деген сұрауға жауап беретұғын болып тұрады. Соны мысал қылып, мен сіздерге үш родта жазып бердім. Яғни менің методикам сондай, мен атлықларды родларға бөліп һәм қосымталарын көрсетіп өтемен. Мужской родта атлықларды көріп шығамыз. Бұлар жансыз атлықлар. Мәселен, мына жерге деп жазып қойсақ болады. Что? Не. Что? Нені. Мына жерде құр атлықларымыз тұрыпты, ал мына жерде болса, уже фейлдер менен істетіп қойып бар. Сіздерге оқушыларым, тыңдаушыларым түсінікті болу үшін. Плакат. Рус тілінде мужской родтағы атлық, жансыз атлық. Плакат. Рисую. Рисую дегенін соғып атырман. Соғып атырман дегеннен кейін нені деген сұрау туылады. Нені соғып атырман? Плакат соғып атырман. Музей. Мына жерде не деген сұрауға жауап беріп тұр? Бұл не? Бұл музей. Вижу. Көріп тұрыппан. Нені көріп тұрыппан? Музейді. Вижу музей. Циркуль. Циркуль. Сатып алдым. Купила деген сатып алдым. Нені? Циркульді. Мына жерде мен специально скобкаға алып кеттім. Сразу бұны да түсіндіріп кете берейін. Әр сабақта сөйтіп бар беріп қарай берсеңіз, бір талай зат үйреніп аласыз. Купил деп өткен мақалде фейлге еркек адамдар айтса, іслетсе купил болады, әйел қыздарымыз іслетсе купила болады. Енді қазіргі ітібарымыз негізінде фейлге емес. Қара, плакатты, музейді, циркульді қылып переводлаймыз қарақалпақ тілінде. Бірақ рус тілінде ітібар берген болсаңыз, атлықлар ешқандай өзгерместен қалды. Еще раз вам говорю, запомните, это надо запомнить. Существительные, неодушевленные, мужского и среднего рода
в винительном падеже не меняются. Енді міне сіздерменен үшінші падежді өтіп жатырмыз. Мен ойлайман, уже рус тілінде сіздерге сөйлеп бастауым керек. Сіздер уже азғанда болса да түсініп кетірсіз, һәм түсініп аласыз. А то мен һәммесін қарақалпақша түсіндіремін, как будто русский язык емес, тек қарақалпақ тіл сабақтай болып кетіп жатыр. Поэтому, когда я говорю на русском, тоже слушайте внимательно, и со временем вы уже начнете меня понимать. Соның үшін мен рус тілінде сіздерге түсіндіріп барғанымда, мені диққатпен тыңлаң, һәм рус тілінде түсіндірмемді түсінуге харекет етің. Извините. Так, мужской роттағы атлықлар, жансыз атлықлар нені деген сұрауға жауап беру үшін өзгерместен қалады. Енді женский роттағы атлықларды көріп шығамыз. Женский роттағы жансыз атлықлар. Улица, көше. Нашла что? Что ты нашла? Сен нені тауып алдың? Мен көшені тауып алдым. Қазір араңызда сондай бір пікірге келіп қалған болуыңыз мүмкін. Адамдар сондай тауып қалады. Мәселен, қарақалпақ тілінде таудым не дебам сетеміз қой біздер. Мәселен, мен көше таудым, ямаса мен кітап таудым, ямаса мен бір заттар таудым деп айтамыз, я? Дұрыс. Қарақалпақ тілінде жасырын табыс сеплігі бар. Яғни біздер негізінде табыс сеплігінің сұраулары кімді, нені, бірақ біздер атлықларды табыс сеплігіне қойғанымызда н, д деген қосымталарды көбінесе қоспай кетеміз. Бірақ негізінде қағида бойынша қосылу керек. Мәселен, мен лекция жазып жатырман дейміз. Біз лекцияны жазып жатырман деп айтпаймыз күнделікті сөйлесуде. Негізінде бірақ сол жерде лекция деген сөз табыс сеплігінде тұрыпты. Біздер бірақ жасырын формасын істетеміз. Так, змея. Змея дегеннің не екенін білетін шығармыз. Змея бұл жылан. Вижу змею. Жыланды көріп тұрыппын. Бірақ қарақалпақ тілінде біздер не дейміз? Мен жылан көріп тұрыппын деп айтамыз. Так, тетрадь, дәптер. Купила тетрадь. Сатып алдым дәптерді. Және бір мәрте айтамын, қарақалпақ тілінде жасырын түрін істетеміз. Дәптер сатып алдым деп айтамыз. Бірақ грамматикасына әтібар қарататын болсақ, грамматикасын, дұрыс грамматиканы пайдалана білсек, біздер дәптерді сатып алдым деп айтуымыз керек. Әтібар берген болсаңыз, мен женский роттағы атлықлардың қосымталарын жазып қойған. Яғни, бұл сеплікте женский роттағы атлықларымыз қандай болып өзгеру керек. Баслангыч формасы женский роттағы жансыз атлықлардың а менен бітсе, нені деген сұрауға жауап беретұғын болып өзгеру үшін у қосымтасын алады. Яғни а қосымтасы түсіп қалып, а әрбі орнына у қоясыз. Нашла улицу, нашла книгу. Так, я менен бітетін атлықларымыз юға өзгереді. Һәм мына жерде әтібарыңызды қаратайын, стрелка қылып қойып ба, мягкий знак болып қала береді. Яғни, женский роттағы мягкий знакқа біткен атлықлар нені деген сұрауға жауап беру үшін өзгерместен қалады. Бағанадан бері мен сіздерге винительный падежді түсіндіріп отырғанда бір-екі мәрте айттым, я? Жансыз атлықлар мужской роттағы һәм средний роттағы нені деген сұрауға жауап беру үшін өзгерместен қалады. Оны сөзбе-сөз менімше түсіндіріп отыруым керек емес. Себебі барлығын жазып қойыппын, һәм бірнеше мәрте айттым. Я вам только что объяснила, как меняются неодушевленные существительные в винительном падеже. Теперь я должна вам объяснить, я хочу вам объяснить, как меняются одушевленные существительные. Сейчас я вот это все стиру. Я надеюсь, что вы это все записали, запомнили. Қазір енді винительный падежде жансыз атлықлардың өзгеруін мен сіздерге түсіндіріп өттім. Енді нәубет жанлы атлықларға келді. Мен жаңа айтып өткенімдей, бұл сепліктің басқа сепліктерден farklı жері атлықларды жанлы һәм жансызға айырады. Жансыз атлықлардың қандай қылып н, д, т қосымталарын алуын көріп шықтық. Қазір енді жанлы атлықларды көріп шығамыз.
Жаңлы атлықларға біздер кімді деп сұрау қоямыз. Жаңлы атлықлар винительный падежде өзгереді. Жансыз атлықлар мужской родта һәм средний родтағы өзгерместен қалып еді. Бірақ жаңлы атлықлар өзгереді.